Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube арнасы. Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен керемет смузи дайындайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Смузи жасау үшін бізге осылай бір банан қажет болады. Және малинаның орнына құлпынай пайдалансаңыздар да болады. Және сүт керек болады. Қазір бәрін ретімен жасап көрсететін боламыз. Және қосатын тағы бір затымыз бар. Ол затты видео соңында көретін болсаңыздар, міндетті түрде не екенін білетін боласыздар. Кеттік. Бананымызды алып, қабығынан ажырататын боламыз. Турап аламыз. Және осылай блендердің ішіне саламыз барлығын. Үстінен малинамызды қосамыз. Малинамды қалаларыңызша қоссаңыздар болады. Мен осылай 3 ас қасық қостым. Енді осы екі жемісті блендермен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырдық. Осылай әдемі масса дайын болды. Езіп қойған жемістердің үстіне сүтімізді құямыз. Енді міне балмұздақ, жаңағы айтып жатқан біздің бір ингредиентіміз бар еді. Ол не десеңіздер, ол әрине балмұздақ. Балмұздақ міндетті түрде сливочный болғаны дұрыс. Яғни сүтті балмұздақ дейді ғой. Ішіне қосып жібереміз. Бұнда жақсылап блендермен араластырып алатын боламыз. Блендерге бір қосып осылай жақсылап балмұздақты сүтті қосқаннан кейін осылай блендермен езіп аламыз. Не дайын болды, қазір дәмін көретін боламыз. Дайын болды, осылай ыдысымызға құямыз. Түсі күшті тұр. Қараңыздар. Осылай үй жағдайында балаларыңызға, отбасыларыңызға істеп қуантсаңыздар болады. Әдемі смузи дайын болды. Дәмін көреміз. Күштісін тағышыншы. Керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Біздің Ақ Дастархан YouTube арнамызға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Себебі біз сіздермен күнделікті керемет дәмді рецепттермен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.